Болашақ басшыны да, ғалымды да, еңбекқор егіншіні де, кеншіні де ұстаз өсіреді. Сондықтан ұрпақтың білімді, саналы болып қалыптасуы жолында тер төгетін мұғалімнің дәрежесін көтермей болмайды. Ал 40 жылға жуық бүлдіршіндерге сабақ беріп жүрген Ирина білім жүйесіне өзгерістер қажет екенін айтады. Ол өзі оқушыларды сабаққа қызықтыру үшін сол тақырыпқа байланысты тың жаңалықтар әкеліп, таң қаларлық дүниелермен таныстыруға тырысамын дейді. Вы знаете, дети всегда одинаковые. Сіздер білесіздер ме, балалардың бәрі бірдей. Тіпті мен өз жұмысымды алғаш бастаған уақытта да балалардың қызығушылығы дәл қазіргілердікіндей болатын. Бірақ заман өзгерді. Барлық жүйе жаңартылып жатыр. Ұстаздарға әр жыл сайын өз біліктілігін арттырып отырған артық етпес еді. Балаларды оқуға шақыратын адамның өзі тың жаңалықтардан құралақан болмаса, оқушылардың да білімге деген қызығушылығы артар еді. Биылғы жылы кезекті жолдауда мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаев мұғалімдердің жалақысын көтеруді тапсырды. Жолдауға сәйкес, ағымдағы жыл ұстаздар ұлттық біліктілік тестін тапсыра бастады. Бұл мұғалімдері қауымы үшін аттестаттаудың алғаш рет қолға алынған жаңа форматтағы жүйесі. Жаңа жүйе аясында мұғалімдердің категориялары анықталатын болады. Теміртауда 3-5 қараша аралығында 318 ұстаз ұлттық біліктілік тестін тапсырды. Оның ішінде 270 педагог аттестациядан өткен. Қалам мұғалімдері үшін жаңадан аттестаттау ережелеріне байланысты тестілеу өтті. 344 мұғалім сол тестілеуге қатысты. Енді жаңа ереже бойынша ол мұғалімдер сарапшы мұғалім, зерттеуші мұғалім деген сияқты жаңа категорияларға үміттенуші мұғалімдер. Олардың тесттеріндегі сұрақтары түгел Астаналық республикалық жаңағы тест орталығынан келеді, компьютерленген түрде. Бізде тест қабылдау орталығы Қарағанды мемлекеттік индустриялық университетінде орналасқан. Модератор мұғалім 20, сарапшы мұғалім 30, зерттеуші мұғалім 40%, шебер мұғалім екені дәлелденсе, 50% мөлшерінде жалақысына үстемақы қосылады. Осы тұста айта кететін жайт, аттестациядан өтпей қалған күннің өзінде мұғалімнің бастапқы категориялары сақталады. Заң бойынша мұғалімнің біліктілік деңгейі 5 жыл бойы сақталады. Бұрын 3 квалификациялық категориядан тұратын болсақ, мысалы айтыңызда, жоғарғы бірінші, екінші категория, соның категориясы мұғалім деп. Қазір енді мұғалімдердің категориялары, мысалы олардың қабілетіне байланысты модератор, сарапшы, зерттеуші және шебер мұғалім деп танылады. Олардың әрқайсының өзінің үстеме ақы төлемі бар. 30%-дан 50%-ға дейін төлемдер көтеріледі. Сол алып тұрған категориясының үстінен жаңағы үстеме төлем қосылып төленеді. Сол категорияларға, жаңа квалификациялық категорияларға өту үшін мұғалімдер сол тест тапсырып жатыр. Жаңа жүйе педагогтерді өздерін ұдайы жетілдіруге ынталандыратын болады. Нәтижесінде мұғалімдердің жалақысы біліктілігінің расталуына байланысты тұтастай алғанда 30%-дан 50%-ға дейін өседі.